막 қиын есеп қой мынау қалай шығарамын мен вообще оппо идея бұл есепті шығара аламын ал ендеше достар мен сіздерге қазір осы есепті түсіндіретін боламын ендеше кеттік қайырлы күн оқушылар, бүгін біз теңсіздіктер бөлімін әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз теңсіздіктер жүйесін шешу. Ең әуелі теңсіздіктер жүйесі дегеніміз не? Бұл біздегі екі немесе одан да көп теңсіздіктердің қанағаттандыратын мәндерін табу. Енді біз қысқаша теориямен таныс болдық. Енді осыны сіздерде түсінік қалыптасу үшін қарапайым мысал келтірейік. Мәселен, бізде x үлкеніне тең 5-тен және x плюс 2 кіші 3-тен болсын. Бізде осындай жүйе бар. Екеуін сан түзуіне саламыз. Бірінші x үлкеніне тең 5-тен. Бізде бұл мына жерде қатаң емес, көріп отқанымыздай, сол үшін бояймыз нүктені 5-тен үлкен, одан кейін бізде тура соның астына екінші теңсіздіктің сан түзуін саламыз. Бізде мына жерде x кіші болады, 3 азайту 2 ол бізде 1. Көріп отқанымызда бұл жерде теңсіздік қатаң, сол үшін нүкте боялмайды. 1-ден кіші деп тұр. Так, енді осы екі сан түзуін алып қарайтын болсақ, екеуіне ортақ бола алатын мән бар ма? Бұлай мәндерінің үстінен бұлай вертикальді түзу жүргіземіз. Көріп отқанымызда ешқандай ортақ мән жоқ, сондықтан бұның жауабы бізде бос жиын. Енді мысалдарға тоқталайық. Бірінші мысал. 2x минус 3 үлкен 5-тен және x плюс 4 кішіне тең 10-нан. Қарапайым, Так, осы жерден теңсіздіктерді жеке-жеке шешетін боламыз. 2x үлкен 3-ті ақ жаққа өткіземіз, бұл жерде 8 болады, және x үлкеніне тең 6-дан. Сонда бізде x-тің болатын мәндері үлкен 4-тен және x үлкеніне тең 6-дан. Енді осыны сан түзуінде белгілейік. Ең әуелі x үлкен 4-тен, көріп отқанымыздай бұл қатаң, сол үшін боялмайды. Және x кішіне тең 6-дан. 6-дан кіші болса, 6-ға дейінгі аралығы. Енді әр нүктеден біз вертикальді сызғызамыз. Сонда көріп отқанымыздай, мына аралық, 4-тен 6-ға дейінгі аралық бізде ортақ мәні болып тұр. Яғни қиылысқан аралық. Біздегі теңсіздіктер жүйесін шешудегі басты мақсатымыз осы. Яғни екі теңсіздікті де қанағаттандыратын мәндер аралығын табу. Сонда бізде 4-тен 6-ға дейін. 4 қатаң емес, сол үшін жай жақша. 6 бізде керісінше. 4 бізде қатаң, сол үшін жай жақша, және 6 бізде қатаң емес, сол үшін тік жақша. Енді тағы да бір мысал көрсетейік. Тағы да бір жеңілдеу мысал болса. 2x плюс 3 кішіне тең 6-дан x квадрат плюс x минус 6 үлкен 0-ден болсын. Так, осы жерде бізде 2x-іміз үлкеніне тең 3-тен. Мына жерде біз дискриминант табамыз, дұрыс па? Мынаны бірден жазып жіберейін. X кішіне тең 3/2. Мынаны астына жазайын.
дискриминант тең 1 азайтылған 4 көбейтілген минус 6. Ол бізде 25 береді. Ол біздегі 5-тің квадраты. Енді x-тің қабылдайтын мәндерін қойдық. 1 мен 2. x1 және 2. Так, минус b ол бізде минус 1 плюс минус 5 бөлінген 2. Тең. Сонда болатын мәндер біздегі так, минус 1 плюс 5 бөлу 2 бізде 2 болады және минус 3 болады. Енді осыны бұлай сан түзуіне салайық. Бірінші мән ол 3 бөлінген 2-ден кіші деп тұр, яғни 3 бөлінген 2-ге дейінгі мәндер. Тура соның астына тағы бір сан түзуін саламыз. Ол бізде екінші теңсіздіктің мәні болады. Так, бізде минус 3 осы бір жерде болсын. Көріп отырғандарыңыздай бізде бос нүкте, себебі теңсіздік қатаң. Және 2. Ол мына жерде болсын. Боялмайды. Көріп отырғандарыңыздай бізде 0-ден үлкен аралық керек, яғни плюс аралықтар. Оны қалай табамыз? Алдың сабақта көрсеткендей, мына аралықтан бір мән алайық. Мәселен 0. 0-ді мына теңсіздікке қойсақ, 0-дің квадраты 0 плюс 0 минус 6 ол бізде минус береді. Яғни мына неге келмейді ғой, ол бізде минус болады екен. Және плюс, және плюс. Ал бізде табу керек ол 0-ден жоғары, яғни плюс аралықтар керек болады бізге. Сонда бұлай жаңағыдай вертикальді сызықтар сыздық. Сонда бізде қиылысқан аралық қандай? Ол минус шексіздіктен минус 3-ке дейін. Жауабы сонда минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралық екен. Ал біз теңсіздіктер жүйесін шешуді әрмен қарай жалғастырамыз. Сонымен біздегі үшінші мысал. Бірінші теңсіздікті мына жерге бөлек жазылады. 2x минус 3 бөлу 4. Мына бөлімінде тұрған 4-тен құтылу үшін екі жағын да 4-ке көбейтемін. 2x минус 3 кішіне тең 12-ден. 2x кішіне тең 15-ден. X кішіне тең 15 бөлінген 2. Енді мына екінші теңсіздікті шешіп көрейік. 5 минус 2x кіші 1-ден. Минус 2x кіші минус 4-ден. X үлкен 2-ден. Мына жерде көріп отқандарыңыздай таңба ауысты, себебі біз мына минус болған кезде минусқа бөлеміз ғой. Сол кезде таңба міндетті түрде ауысады. Осыны ескеріңіздер, себебі бұл өте маңызды. Ал енді мына алынған екі теңсіздіктердің мәнін сан түзуіне салып көрейік. Біріншісі 15 бөлінген 2. Көріп отқандарыңыздай қатаң емес. Астына екіншісі, ол бізде 2-ден үлкен. 2-ні осы жерден белгілейік. Үлкен, жаңағыдай вертикальді түзу саламыз. Сонда бізде қиылысқан аралық ол 2-ден 15 бөлінген 2-ге дейін. Жауап 2, 15 бөлінген 2. Қатаң емес, сол үшін тік жақша қойылады. Біздегі соңғы мысал. Көріп отқандарыңыздай бұл жерде 3 теңсіздік. Біз табуымыз керек, осы 3 теңсіздікті де қанағаттандыратын мәндерді табуымыз керек. Ал ендеше кеттік, мына бірінші теңсіздікті шешейік. Дискриминант бізде 1 қосылған 1 азайтылған 4 көбейтілген минус 6. Ол бізде 25. 25 бізде 5-тің квадраты. Енді мәндерін табайық. Минус 1 плюс минус 5 бөлінген 2 тең болады. Бірінші мәніміз 2.
екінші мәніміз минус 3. Ал енді екінші теңсіздікті шешейік. Минус x квадрат минус 2x плюс 3 үлкен 0-ден. Мына минустан құтылып алсақ, бізге өзімізге жеңіл болады. Ол үшін не істейміз? Минус 1-ге көбейтеміз. Көбейтемін минус 1-ге. Так, x квадрат плюс 2x минус 3. Таңба өзгереді, жаңа айтып өткеніміздей, минусқа көбейткен кезде. Дискриминант 4 азайтылған 4 көбейтілген минус 3. Бұл бізде 16-ны береді. 16 4-тің орнында. Ал енді x1 және 2-ні табайық. Минус 2 плюс минус 4 бөлінген 2 тең болады 1 және минус 3. Енді мына жерге үшінші теңсіздік шешейік. 2x плюс 6 0. 2x кіші минус 6-дан x кіші минус x үлкен минус 3. Енді осының барлығын сан түзуіне салайық. Мына бізде біріншісінің сан түзуі. Көріп отқандарыңыздай қатаң, сол үшін бос нүкте 3 2. Бізге 0-ден кіші болу керек, яғни минус аралықта болу керек. Ол үшін не істеймін? Мына жерден бір сан беремін. 0 берейік. 0-дің квадраты 0 плюс 0 минус 6, яғни минус екен. Сонда бізде мына аралықтар плюс болады. Минус 3-тен 2-ге дейін аралықты бояймыз. Астына екінші сан түзуін саламыз. Ол бізде мына екінші теңсіздіктің сан түзуі болады. Алынған мәндер 1 мен минус 3. Оны сан түзуіне саламыз. Минус 3 мына жерде 1 болсын. Так, бұл жерде бізге 0-ден кіші деп тұр. Дұрыс па? Демек, тағы да минус аралықты табуымыз керек болады. Енді не істейміз? Жаңағыдай бір сан береміз. Минус 3 пен 1-дің ортасына мысалы 0 берейік. 0 берсек 0-дің квадраты 0 плюс 2 көйді 0 минус 3, яғни 0. Минус аралығы. Мына жерде плюс, мына жерде плюс. Сонда бізге қажет болған минус 3-тен 1-ге дейін аралық боялды. Енді соңғы сан түзуі ол біздегі мына үшінші теңсіздіктің сан түзуі болмақ. Бұл жерде бір ғана мән тұр, минус 3 және минус 3-тен үлкен деп тұр. Яғни минус 3-тен плюс x-ге дейін аралық. Енді осының барлығын былай сызатын болсақ, барлығын қиылысып тұрған мән аралығы ол минус 3-тен 1-ге дейін аралығы. Жауап бізде минус 3-тен 1-ге дейін аралығы. Ал енді сіздер осы мысалдар арқылы теңсіздіктер жүйесін шешуді үйрендіңіздер деген ойдамын. Қорытындылай кетсек, сіздер теңсіздіктер жүйесін шешу кезінде ешқашан асықпаңыздар және өте мұқият болыңыздар. Әр теңсіздікті жеке-жеке шешіп алсаңыздар, өзіңізге ыңғайлы болады. Одан кейін айта кететін мәселе, жаңағыдай минус 1-ге көбейту кезінде таңбаның өзгеретінін ұмытып кетпеңіздер. Бұл өте маңызды. Сабағымыз пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басыңыздар және арнаға тіркеле кетіңіздер. Егер сіздердің қандай бір сұрақтарыңыз болса, немесе қиыншылықтар туындап жатса, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Біздер оны оқимыз және мүмкіндігінше тез жауап беруге тырысамыз. Сау болыңыздар.